Ал мінекей влогымызды бастаймыз. Қайырлы кеш. Бүгін 5 мамыр. Мінекей мына жаққа Wheeling Starlight көлігіне 95 құйдық, бірақ 92 құюға болады негізі. Біз бірақ енді жаңа көлік болғандықтан 95, Қазақстан 92 шығар деп соны жобалап құйдық. Енді 52 литр кетті. Ал жігіттер жолға шығамыз. Полный YouTube-қа обзор түсіріп жатырмыз. Қазір мінекей мына жерге мына 1144 километрге аппарат деп тұр. Мынау 18 километрге аппарат. Мынау пайызы жүрмейді. Ал керемет, ал жарығын жақсы көрейік. Ал мінекей Wheeling Starlight. Мінекей. Енді бұл компаниямыздың тестте жүрген жалпы бізге берген көлігі. Ал сіздерге полный обзор қалай болады, Таразға қалай барып қайтамыз, соның бәрін көрсететін боламыз. Ерлан бар, су. Ал бисмиллахиррахманиррахим. Сәттілік, жол болсын. Бұл машинаның алғашқы несі тест деп айтамыз ғой. Тест Қазақстанда ешкім бұл көлікке ешкім тест драйв жасамаған. Енді біз 52 литр, жалпы бұл жерде бақта 53 литр екен. В общем, полный құйдық деген сөз ғой. Ауыз мұрындарын құйдық. Бол жасы болғасы. Енді полный бақпен сіздер қанша километр барып келесің. Оймай, мына тартысы деген сұмдық қой. Ойбай. Әшейін деш, бір BMW-да қандай болып отырсың ба? Мынау деген артықшылығы күн қараңғы болса осында сәл көзге түспейді. Ал Бағдәулет інім, не дейсің енді мына машинаның жүрісі несі қалай? Қандай машина теңгейсің? Бағасы жағынан Елантраға тең кеп тұр екен. Альфредтардың жүрісіне келеміз ғой, басса десе. Тартысы да бөлек. Жалпы седан көлік жағынан. Седан көлік жағынан? Сен Альфредқа теңге жердің. Жалпы Санатамен, Кабез, Грандеу, Касен осы жақты көлік. Бағасы жағынан? Бағасы жағынан Елантрамен осының шамалы арзандауы кішкентай экран. Ол көбі жалпы 7,5-ға экраны кішілеу келеді. 9,5-ға осы экраны үлкені, 2 орындық қыстатын, арт жағында да 2 орындық. Айтпақшы ақа, мына жерге біз орындық қыстатын жасаттық, соны көрсетіп жіберейін мінекей. Қазақстанда жалпы барлық көлікке осындай болады. Және мынандай 3D поликтері. Мынау тек сиденьеге, мынаны басса арқасы мен орындыққа жалтады. Және алдыңғы 2 рульде де сондай, 2 орындықта да сондай. Енді қазір кешкі сағат қанша болды, сағат 12 болып қалды ма? 12, алла қаласа таңға жуық жетеміз. Сол сіздерге бір осы көліктің полный бақпен қанша километрге жетеді және жүрісі қалай, бағасына лайықты ма деген сияқты сұрақтарға неше түрлі нәрсе жауап береміз. Запчасы дейді, басқа дейді. Ал енді аман есен Таразға жетейік. Жат жолда тағы да видеоға түсіре жатармын. Ал енді ходовкасын тексеріп жатырмыз. Ал ходовкасы қалай екен жігіттер? Жақсы. К8 сияқты ғой, примерно. Енді К8-де 19 дисковая, низко профильный. 18. 18. Ол низко профильный машина. Енді бұған андай 17-лік салсаңыздар да болады. 17. Таңда өздеріңізде ол тем более жұмсақ болады. Сосын дөңгелектегі желдің көлеміне байланысты. Жел мына жерден көбінесе Кореяда, Қытайда қатты басайды ғой. 17-лік кішкенде қаттылау, қалыңдау болып келеді. Сапасын күтуші ғой. Ал мінекей жүрісті.
düşіп кете ма деп қорықтым мен бар ғой немесе. мінекей. Күндіз шығуға болады еді, бірақ енді түнделетіп біз шығып кеттік. Бір жағынан Себебі аласа ертең аман-есен жеткен кезде Тараздан тағы да видео тағы көрсететін боламыз. Ал мінекей біз Тараз қаласына жетіп қалдық. Бір 30-40 километрдей қалды. Спидометр қарасақ қазір 514 километр көрсетіп тұр. Жалпы көрсеткіш примерно бір 90-95%-ға өте дұрыс көрсетіп тұр. Мына Лишан көлігінде 1000 километрге жүреді деген, ол бар болған 600 километр жүрген болатын. Мына жақта енді примерно 1100 деп көрсеткен, 1000 километрге полный бақпен жүре алады екен. Көлік ұнады, жүрісі, монитор, және рөлдің ұстауы, ходовкасы барлығы өте мықты. Енді көлікті Қазақстанда көрмесенде Элантра, Монза, Кобальт деген көліктермен салыстырып, біз бағасы тұрғы жағынан сөйтіп жатырмыз ғой. Мысалы енді мына көлік енді қазір таңда 9 миллионға бағалап тұрық. Осындай Wheeling Starlight полды комплектацияны. Ал енді бұдан төмен комплектация, ол примерно бір 7,5-8 миллион теңге болды. Оның ішіндегі өзінің нелеріне байланысты, тағы қосымша комплектациясына байланысты. Мына көлікте 9 миллион мен 9,5 миллион теңге. Енді Қазақстанда ондай ақшаға Toyota 50, тіпті жақсы 45 деп айтайықшы, сондай бағаны алуға болады. Одан кейін Элантраның самы базовый комплектациясын алуға болады. Монзо, бағанағы Кобальттардың ең полный комплектациясын алуға болады. Бірақ бұл көлік размері жағынан айтатын болсақ, жүрісі жағынан Hyundai Sonata, Camry, K5 деген сияқты көліктермен тең келеді. Сол себепті көлік таңдай алмай жүрген адамдарға айтарымыз, осы Wheeling Starlight көлігін қорықпай ала берсеңіздер болады. Мінекей біз енді бір 500 шақырымдай қазір жүріп келе жатырмыз. Аллаға шүкір жақсы келе жатыр. Және өзің жанармайдағы көрсеткіште өте мықты. Және ходовкасында жол жөнекей тексеріп келе жатырмыз. О жағынан да өте жақсы. Ұстауы барлығы өте керемет. Сол себепті Қазақстанға жаңа келген компания Wheeling компаниясынан қорықпаңыздар. Және сіздер біздің Нұрлан деген промокод, Нұрлан Ерлан деген промокодпен келсеңіздер, көлік сіздерге өте тиімді бағада келеді.